Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 5 минутта дайын болатын, өте дәмді болып шығатын сәбізден салат дайындайтын боламыз. Морковча деп аталатын салат. Дәмі керемет болып шығады. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен 5-6 сәбізімізді тазалап жуып аламыз да үккіштен осылай өткіземіз. Ұзыннан барлығын осылай өткізіп шығамыз. Ыдысымызға салып аламыз. Келесі кезекте 1-2 дана қиярды алып, ортасынан 2 бөлікке бөлеміз және де осылай пышақтың көмегімен майда бөліктерге бөліп шығамыз. Сонда біздің қияр әдемі көрінетін болады. Достар, менің арнамнан көптеген сәтті шығатын керемет рецептерді таба аласыз. Тегін мастер-класстар да бар. Сондықтан жіберіп алмас үшін, өткізіп алмас үшін видеоларды міндетті түрде подписация етіп алыңыз. Қасындағы колокольчикті басып қойыңыз. Пікір білдіріп, лайк басып отырыңыз. Сәбіздің үстінен саламыз. Келесі кезекте 2 дана сарымсағымызды алып, пышақтың көмегімен осылай басамыз. Және де майдалап турап аламыз, немесе сарымсақ езгіш болса, соның көмегімен өткізіп алсаңыз болады. Осылай жақсылап майдалап турап аламыз, мейлінше үстіне саламыз. Енді аскөкті қосамыз, қалауыңызша. Менде қатырылған аскөк жақсылап майдалап турап, жаңағы сәбізіміздің үстіне қосамыз. Енді ең оңай түрі осындай чим-чим дегеннің сәбізге арналған түрін алып, қоссаңыз, дәмі керемет болып шығады. Өте оңай жасалады. Осының барлығын араластырып тұрып қосып аламыз. Және қолдың көмегімен сәбізді жақсылап мыжып тұрып араластырамыз. Осылай сәбіз салатты араластырып болғаннан соң 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қалдырсаңыз, суы шығып, дәмі де ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте оңай дайындалады, иісі де дәмі де керемет болып шығады. Сіздер сәбіз салатын қандай жолмен дайындайсыздар? Комментарияға бөлісе отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.